Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз анаэробты және аэробты тыныс алу. Анаэробты және аэробты тыныс алу үдерістерінің химиялық реакция теңдеулерін қолданып қарастыру. Оқу мақсаты тыныс алу реакциясының химиялық теңдеуін пайдаланып, анаэробты және аэробты тыныс алу үдерістерін салыстыру. Алдымен тақырыпты бастамас бұрын 7 сыныпты еске түсіріп алайық. Яғни берілген организмдерді тыныс алу түрлері анаэробты және аэробты түрлеріне сәйкестендіру. Тапсырманы тексеретін болсақ, анаэробты тыныс алу және аэробты тыныс алуға тән организмдерді көреміз. Яғни анаэробты тыныс алуға лиамблия және сүт қышқылы бактериясы жатады, ал аэробты тыныс алуға цианобактерия, өсімдік, жануар және балдырлар жатады екен. Және де 7 сыныпты қайталау үшін осы берілген 3 сұраққа жауап беріп көрейік. Әрі қарай берілген бағдарлама, яғни Padlet бағдарламасы арқылы өзіміз интеллект карта құрап көрейік. Тыныс алудың екінші түрі, яғни аэробты тыныс алуды іс жүзінде көру үшін осы берілген сілтеме арқылы видеоны қарап көрейік. Егер сынып бөлмесінде ауамен желдетілген болса, оқушылар өздерін өте жақсы сезінеді. Ал егер сынып бөлмесі желдетілмеген жағдайда оқушылар өздерін қалай сезінеді? Оларда тыныс алу төмендейді, жиілейді. Себебі оларға қажетті оттегі тапшылығы байқалады. Адам ағзасындағы барлық үдерістерге, қозғалуға, жүгіруге, дене температурасын сақтауға энергия қажет болады. Ол энергия қалай түзіледі? Тыныс алу кезіндегі бөлініп шыққан энергия организмдердің бүкіл тіршілік процестеріне және өзінің құрылымын белсенді түрде жұмсауға сақталады. Олай болатын болса, бүгін қарастыратын тақырып аэробты және анаэробты тыныс алудың айырмашылығы мен ұқсастығы. Аэробты және анаэробты тыныс алудың химиялық реакциялары жинақталған түрде экранда көрсетілген. Ең бірінші қатысады С6H12O6 глюкоза анаэробты тыныс алу үдерісінде және нәтижесінде 2 молекула сүт қышқылы мен энергия 2 АТФ синтезделеді. Ал аэробты тыныс алу кезінде глюкоза оттегімен әрекеттесіп 6 көмірқышқыл газы, су және энергия 36 АТФ синтезделеді. Тыныс алудың екі түрі бар: оттекті және оттексіз. Немесе аэробты және анаэробты тыныс алу. Аэробты тыныс алуға оттегі қажет, ода 36 АТФ түзіледі, ал анаэробты оттекті қажет етпейді мүлдем және 2 АТФ синтезделеді. Енді аэробты және анаэробты тыныс алудың тиімділігін қарастыру үшін берілген формулаға назар аударамыз. Бұл жерде глюкоза көмірқышқыл газы мен суға дейін толық ыдыраған кездегі 36 молекула түзіледі. 1 АТФ молекуласында шамамен 30,6 килоджоуль энергия болады. Демек, анаэробты үдеріс кезінде түзілген 2 молекула АТФ 61,2 килоджоуль энергия жинақталады. Ал аэробты тыныс алу кезінде бұл цифр 2 еселенеді. 1101,6 килоджоуль болады. Осылай аэробты үдеріс анаэробты үдерістен шамамен 19 есеге тиімді екенін көруге болады. 1 моль глюкоза толық ыдыраған кезде 2812-2880 килоджоуль энергия бөлінеді. Тірі жүйелерде бұл шамамен 1162 килоджоульді құрайды. Демек, биологиялық үдерістердің тиімділігін пайдалы әсер коэффициентін анықтап көретін болсақ, бізде нәтижесінде 40,3% шығады. Бөлмеде оттегінің болмауы оқушылардың тыныс алуын жиілетеді. Жалпы оттегімен әрекеттескенде заттар тыныс алу процесі жүріп, мол энергия бөлінеді. Ол энергия бір түрден екінші түрге айналып отырады. Және глюкоза тотығуы АТФ түрінде жинақталатынын білдік. Әрі қарай осы бағдарлама арқылы сұрақтарға жауап беріп, кері байланыс жасаймыз.